Қайырлы күн достар. Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қызыл ірімшіктің жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен қазанымызды отқа қойып, сүт құямыз. Менде 5 литр сүт. Бетін жауып, қайнағанға дейін қайнап кетпеуі керек. Осылай қайнайын деп беті жыбырлай бастаған кезде уксус құйып жіберетін боламыз. 1-2 қасық араластырмаймыз. Өзі қайнап, міне осылай сары суы бөлінетін болады. Қасықпен көп араластыруға болмайды. Ірімшіктеріміз шашылып, майдаланып кетуі мүмкін. Уксустың ешқандай дәмі шықпайды. Осылай жасап көріңіздер. Сары суы бөлінгеннен кейін бетін жауып, баяу отта қайнататын боламыз. Сары суы толық бөлінгеннен кейін мен сияқты осылай кішкене сары суынан алып тастауға болады. Мен бір жаннан сары су алып тастадым. Бетін жауып, баяу отта бүлкілдетіп қайнататын боламыз. Осылай кішкене сары түске ене басталған кезде құмшекер саламыз. Дәміне қарай қалауыңызша өзіңіз салсаңыз болады. Екінші бетіне аударып алуға болады мен сияқты. Ағзаға өте пайдалы. Және де осы сары ірімшікті салафан қалташаларына немесе контейнерлерге салып, морозилкада ұзақ уақыт сақтауға болады. Міне осылай суы тартыла бастайды. Толық суы тартылғаннан кейін осылай сүзіп аламыз. Суығаннан кейін осы күйінде кесіп жей беруге болады, немесе марлыға орап, үстінен қатты нәрсемен бастырып престеуге де болады. Мен қолдың сүтін пайдаландым, және 2-3 күн салқын жерде тұрған сүтпен жасасаңыздар өте тез іріп, оңай жасалады. Осымен қызыл ірімшіктеріміз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыз. Назарларыңызға рахмет.